Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша нөмір 11 дәрістің тақырыбы мультимедиалық технологиялар. Дәрістің жоспары: бірінші, мәтіндік, аудио, бейне және графикалық ақпараттарды сандық форматта ұсыну. Екінші, ақпаратты сығу үшін базалық технологиялар. Үшінші, мультимедиалық қосымшаларды әзірлеу құрал саймандары. Төртінші, виртуалды әлемді 3D ұсыну және анимация. Цифрлық бейне ол сигналдармен жұмыс істегенде өте үлкен көлемдегі ақпараттарды өңдеу, жіберу және сақтау қажеттілігінен туындайды. CD-ROM сияқты ықшам дискілерде немесе қатты дискілер сияқты заманауи тасымалдағыштарда жалпы элемент форматында жазылған толық уақытты бейнені сақтау мүмкін емес. Екінші жағынан, бейне ақпарат компьютер экранында ойнату жылдамдығымен берілуі керек. Осылайша жалпы 25 кадр секундтық жылдамдықпен 720-да 576 пиксель өлшемі бар толық түсті, мысалы үшін кескін үшін 240 мегабит секунд бейне деректерін беру жылдамдығы қажет. Дегенмен, кейбір арналардың өткізу қабілеттілігіне байланысты шамамен 100-200 мегабит секунд жылдамдықтары да жиі қолданылады. Сондықтан жалпы электронды басылымдардың бөлігі ретінде бейне мәліметтерді пайдалану мүмкін емес. Жалпы бейне ақпаратты цифрлық форматқа түрлендіру технологияларының дамуы және оларды цифрлық теледидарда одан әрі пайдалану бейне мәліметтерді қысу мәселесін ең маңызды мәселелердің біріне айналдырды. Оның оң шешімі бейне мәліметтерді сығудың тиімді әдістері мен алгоритмдерін әзірлеу негізінде ғана мүмкін болды. Айта кету керек, деректерді жоғалтпай сығудың дәстүрлі алгоритмдері бұл жерде іс жүзінде қолданылмайды, өйткені олар нақты бейне ақпараты үшін тым аз пайда береді. Мысалы, сериялар ұзындығын кодтау немесе адрестік позициялық кодтау арқылы сығуға негізделген алгоритмдер қажетті нәтиже бермей жүр. Бейне деректерін кадр бойынша сығу үшін жалпы статикалық графиканы сығу, жоғалтулар мен қысу алгоритмдерін қолдануға болады. Бұл жағдайда кадрдың қалпына келтірілген кескіні ережеге сай түпнұсқамен сәйкес келмейді. Дегенмен мұндай алгоритмдерді жүзеге асыру өте күрделі және декодтау процестері айтарлықтай уақытты қажет етеді. Бейне ақпарат деректерді декодтау жылдамдығына арнайы шектеулер қояды. Мысалы, декодер жүзеге асу үшін, алдыңғы кадр экранда көрсетілген кездегі кескінді 1,25 секундта ашу мүмкіндігіне ие болуы керек. Бұл шектеу жоғарырақ қысу коэффициенті бар алгоритмдерді жүзеге асыруға мүмкіндік бермей отыр. Тағы бір шектеу ол декодтау құрылғыларының ақпараттық іске асырылуының күрделілігі. Нақты қолданбаларда, оның ішінде мысалы сандық бейне камералар, бейне телефондар, бейне фондар және тағы басқаны атауға болады. Осы нақты қолданбалардағы мәселені шешудің оңтайлы шешімі ол алгоритмді чиптегі транзисторлардың шектеулі саны бар пайдаланушы чипсетінде жүзеге асыру болып табылады. Сондықтан мұндай жоғары жылдамдықты декодтау аппараттық және программалық құрылғыларды жүзеге асыру барлық уақытта мүмкін емес жағдай. Мәселенің нақты шешімі бейне кадрлар тізбегін қоса алғанда бүкіл бейне тізбегін қысу болды. Компьютерде цифрлық кодтаудың стандартты әдісі PCM болып табылады. Бұл сығылмаған аудио деректерді сақтау үшін қолданылатын ең танымал формат. Бейнелер үшін, мысалы, компьютерлік стандарт болып саналады. Аудио немесе бейне деректерін процесс ретінде қысу, қысылмаған немесе басқада қысу алгоритмдері арқылы форматқа түрлендірулерді қамтиды. Сондықтан деректерді қысуға немесе декомпрессияға арналған программалар, түрлендіргіштер,
яғни конвертер деп аталады. Бұл жағдайда кез келген форматты қолдануға болады, егер ол осы алгоритмді қолдаса. Бейне деректерді қысу мәселесін шешуде MPG стандарттау комитеті алған нәтижелер маңызды роль атқарады. Бұл топ цифрлық бейне және дыбыс сигналдарын ықшам бейнелеу технологиясын ұсынды. Бұл жердегі негізгі идея дискретті цифрлық деректер ағынын аз жадыны қажет ететін кейбір жазбалар ағынына түрлендіру болып табылады. Бұл түрлендіру статикалық артықшылықты қолдануға және адамның қабылдау ерекшеліктерін пайдалануға негізделген. Тәуелсіз кодталған аудио және бейне ағындары әртүрлі деректерді бірнеше ағындарын бір код тізбегіне синхрондайтын және біріктіретін жүйелік ағыммен қосымша байланыстырылады. Осы топ әзірлеген қысу әдісі жалпы MPEG жанұясына сәйкес форматтары өз құрылымының көп бөлігін JPEG форматынан мұра етті. Дегенмен осы графикалық форматтардан айырмашылығы мұндағы кадрлардың кейбір тіректік кескіндерінің кейінгі кадрлардан айырмашылықтарын кодтауды пайдаланды. 1990 жылы осы формат құрылады. Ол бейне мен аудио ақпараттарды сығуға бағытталады. Бейне және дыбысты сығудың бірінші стандартын әзірлегеннен кейін сол топ жоғары рұқсат мүмкіндігіне бейне деректері мен ағындарына, соның ішінде таратылатын сапалы бейне ақпаратты тиімді көрсетуге бағытталған формат пен сәйкес технологияны шығарды. Осымен қатар MPEG-2 көп арналы дискретті көлемді дыбысты декорреляциялау схемасының артықшылықтың жоғарырақ факторын пайдалана отырып, кейіннен осының 3-ші, 4-ші, 7-ші және 7-ші форматтары құрылады. Осы бүгінгі таңда осы MPEG Америка құрама штаттарының мысалы үшін әртүрлі европалық цифрлық бейне тарату сияқты топтар анықтаған деректерді ұсынудың бірыңғай форматтарында мысалы қолданыста жүр. Сол сияқты, мысалы үшін әдебиеттерде осы аталған MPEG фазаларға сол сияқты дыбыстық ақпарат саласында мазмұнымен қоса қабаттарға бөлінеді. Осы фазалар араб цифрларымен, деңгейлер рим цифрларымен көрсетіледі. Кейбір фазаларында, мысалы үшін аяқталмаған күйде қалуы мүмкін. Жалпы деректерді сымсыз жіберуге арналған осы MPEG-6 әзірлеу туралы ақпарат әзірге жоқ. Мақсаты объектілердің төрт өлшемді сипаттамасы болып табылатын жалпы мына MPEG-8 форматындағы фазаларды қолданысқа енгізу болып табылады. Мультимедиа, гипермедиа бойынша осы айтылған фазалардың экспорттық тобы жалпы қолданбалы программалар арасында мультимедиалық объектілермен, оның ішінде бейне, аудио, мәтіндік және басқа да ерікті деректермен алмасу және оларды осы image объектілерінің класстарын пайдалана отырып әртүрлі тәсілдермен беру стандартын анықтады. Бұл стандарт программалық құрал объектілеріне негізгі қолданбада анықталған кез келген кодтау жүйесін қосуға рұқсат береді. Сонымен MHEG интерактивті теледидардың, яғни TV, болашақ халықаралық стандарты болып саналады. Өйткені ол кез келген платформада жұмыс істейді және оның құжаттамасы еркін қолжетімді. Мультимедиалық қосымшаларды әзірлеу құрал саймандарын көруге болады мына суреттен. Осы сияқты стандартты форматтармен қатар әртүрлі программалық қосымшаларды шығаратын компаниялар ұсынатын бейне және аудио кодтау форматтарының сандары қазір алуан түрлі. Олардың ішінде мысалы үшін бірнеше түрлеріне мысал келтіруге болады. Apple компаниясының мысалы үшін әртүрлі форматтағы
жаңағы компьютерлерінде және мультимедиалық қолданбаларында пайдалануға арналған осындай бірнеше түрлерін келтіруге болады. Нақты немесе абстрактілі объектілердің үш өлшемді модельдері жалпы арнайы компьютерлік программалардың көмегімен жасалады. 3D модельдеу келесі түрлерде болуы мүмкін. Бірінші кәдімгі компьютер мониторында немесе экранда проекцияланған фотореалистикалық кескіндерді жасау. Жеке программалар жасалған үлгіні 3D принтерде басып шығаруға мүмкіндік береді бұл. Екінші, кәдімгі компьютер мониторында, яғни экранда арнайы поляризацияланған көзілдірік арқылы немесе басқа да жаңағы 3D мониторында көру үшін кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Үшінші, яғни компьютерлік голограммаларды құруға мүмкіндік береді екен. 3D модельдеу зертханасын мысал ретінде көрсетуге болады мына суреттер арқылы. 3D принтерлерді көріп отырсыздар. 3D модельдеу зертханасында өткізілген жағы үйірмелердің өнімдерін көруге болады. Енді осы мультимедиалық технологиялардың негізгі терминдердің бірі ол анимация. Анимация бұл кілттік кадрлар бойынша қозғалыс құру. Яғни анимация бұл тез ауысатын кадрларды қарау арқылы құрылатын қозғалысының иллюзиясы. Анимация бұл үш өлшемді модельдеудің өте күрделі кезеңі. Яғни үш өлшемді анимация автордан физика мен математика бойынша білімін, актерлық және балет өнеріне шеберлігін талап етеді. Бұдан басқа ол әрі сценарист, әрі режиссер да бола білуі керек. Яғни осындай үйлесімділіктің нәтижесінде жақсы жоғарғы дәрежелі анимациялық өнімдерді жинақтап шығаруға болады. Сонымен жалпы мультимедиа әртүрлі салаларда, соның ішінде жарнама, өнер, білім беру, ойын-сауық индустриясы, техника, медицина, математика, бизнес, ғылыми зерттеулер мен кеңістік уақыттық қосымшаларында және адамдардың қатысуымен болатын басқа да ақпараттық процестерде, атап айтсақ, білім беру, техника, өнеркәсіп, математика және ғылыми зерттеулер, медицина салаларында қолданыс табуда. Экрандарыңызда көріп отқан бекіту сұрақтар арқылы осы дәріс бойынша өз білімдеріңізді пысықтауға болады. Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.